Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Watch your step, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Қымбатты көрермен, келесі номинация халық аспаптары. Біздің қатысушы өз өнерімен сіздерді тәнті етуге дайын. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Дана, жасым 20-да, Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келдім. Домбыраны балабақша кезден бастап қолыма алдым, сол сәттен бастап осы саламен айналысып келе жатырмын. Қазіргі арманым осы байқауда өзімді толықтай көрсету және орындаған күйлерім тыңдармандардың жүрегіне жетсе екен деймін. Дана, көп рахмет сізге. Шынымен де бұл қошеметтің барлығы тек сіз үшін. Олай болса, біз сөз кезегін Әділғазылар алқасына берерміз. Ғайза ханым, сіз енді дәстүрлі өнер жағынан нені естіп едіңіз деп ойлаймын. Бүгінгі Дананың орындауы қалай болды? Бүгінгі Дананың орындауы өте жақсы болды. Жалпы бұл Қазанғаптың күйін енді білмейтін қазақ жоқ деп ойлаймын. Осы нұсқасы өте қызықты бір жақсы варианттарының бірі менің ойымша. Және қызымыздың сәл арқасы бар сияқты, қалай ойлайсыздар, Нұреке? Міндетті түрде әлі. Бұлай энергетикасынан жетіп тұр да бері қарай. Сәл өсіп, пісіп, болашақта үлкен сахнадан көреміз деп сенемін. Дина десе, енді Дана деп айтатындай бір азамат болуға тілектес. Айтқаныңыз келсін аға. Көп рахмет. Назарбек, енді сенің де домбырадан хабарың бар екенін мен білемін, және де халықты біледі. Жалпы домбырашы ретінде бағаңды айтсаң. Орындау шеберлік маған ұнады. Енді мен қатты бір керемет домбырашы болмасам да, бірақ екі оң қол мен сол қолының бір бүтін болып естілді да, жаңағы салмақ, оң жақ қолдағы салмақ жаңа тастаған кезде, және сол қолмен езіп, бет алды ези бермей, керекті жерде жаңағында езіп ойнағанда маған өте қатты ұнады. Және адам дейді, адамның ішкі дүниесі ән айтқанда
немесе осылай күй ойнағанда көрінеді дейді. Сондықтан мен осы Данадан орындаушылық шеберлігінен мен нені байқадым? Салмақтылық, өзі нәзік болса да бір ержүректілік байқадым. Және де Маңғаз, Маңғыстаудың рухын байқадым. Сондықтан рахмет. Ал қымбатты қазылар алқасы, сіздердің ұпайларыңыз бізге ауадай қажет. Олай болса Ғайза ханым, сізден бастайық. 10 ұпай қоямын. 10 ұпай. 10 ұпайын беріп отыр. 10 ұпай. 9 ұпай. 10 ұпай. Жалпы ұпайлар саны 39. Дана, шын жүректен сізді құттықтаймыз. Не деген орындау? Шынымен де ұпайлардың өзі де соны дәлелдеуде. Сондықтан менің қояр сұрағым сіздің шежіреңіз жайлы. Яғни біз білген ақпаратты сүйінсек, сіздің ата-бабаларыңыздың қатарында Абыл Тілеуұлы жыршымыз бар екен. Қазылар алқасы айтты ғой, арқаны сезіп тұрмыз, энергетиканы сезіп тұрмыз. Енді мен үшін бұның барлығы қайдан шыққаны анық болып тұр. Сол жайлы бізге айтып берсеңіз. Менің 7-ші атам тікелей Маңғыстаудың бес жүйрігінің бірі, жыршы, ақын болған. Кезінде үлкен әжелеріміз айтып кеткен, осы атамыздың өнері тек қана 7-ші ұрпағына біреуіне ғана дариды деп. Сол енді үйдегілердің айту бойынша өзіме бұйырды деп ойлайды. Содан аталарынан дарыған өнер шығар деп ойлаймын. Дана, сізге көп-көп рахмет, сәттілік тілейміз. Рахмет. Қымбатты көрермен, келесі номинация классикалық аспап. Біздің өнерпаз сахнаға шығуға